Қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен осындай дәмі өте керемет болып шығатын, әрі витаминге бай өзбек халқының сүйіп ішетін машхурдасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз керекті заттарымызды дайындап аламыз. Етімізді осылай ұсақтап турап дайындаймыз. Етті қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Міне, бәрін осылай қатты майда емес, қатты ірі емес, орташа етіп тураймыз. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Және де үстінен бірінші пиязымызды салып қуырамыз. Кішкене сарғайғанша қуырамыз. Бірінші пиязды қуырсаңыз, сорпаңыздың түсі әдемі болып шығатын болады. Келесі кезекте етімізді саламыз. Оны да осылай жақсылап, бетін дымдап тұрып қуырып аламыз. Он минут шамасында орта отта әдемілеп осылай сарғайтып қуырып аламыз. Келесі кезек үстінен сәбізімізді саламыз. Оны да осылай 2-3 минут қуырып жібереміз. Келесі кезек үстінен осылай картоптарымызды саламыз. Оны да осылай жақсылап, қосқап, айналдырып отырып, бетін жауып дымдап осылай пісіріп аламыз. Екі-үш минут қуырсаңыздар жеткілікті. Үстінен болгар бұрыштарын саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бетін жауып, демдеп тұрып, әр масалықты салған соң 2-3 минутқа осылай бетін жауып, дымдап қуырып алатын боламыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ негізінде. Және бір ас қасық томат немесе осындай банкадан шыққан помидорлар болса да болады. Осылай салып жібереміз. Және де машымызды да осылай бір пиаламызды жақсылап жуып тазалап, оны да қосып, осылай 1-2 рет айналдырып жіберіп, үстінен қайнап тұрған суымызды құямыз. Суды алдын ала қайнатып қойсаңыз, ол өзіңіздің уақытыңызды үнемдейтін болады және тез қайнап шығады. Қайнаған соң үстінен осылай 1 чайный ложка кинзаның майдаланған түрін қосып, және тұзды керегінше салып, жай отта 1 сағаттай қайнатамыз. Машымыз кішкене жарылғанына байланысты күрішімізді салатын боламыз. Машымыз қатты езіліп кетпеу керек. Енді жарылып жатқан кезде салсаңыздар, күріш піскенше ол да әдемі болып пісіп қалады. Міне көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып пісіп шықты. Түсі де өте керемет болды. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.